Ақ Жол фракциясының депутаттық сауалы республиканың бас прокурорына. Биылғы жылдың 4-5 ақпанда мәжілістің бір топ депутаттарымен Қазақстан Республикасы қылмыстық атқару кодексінің 32 бабы негізінде қаңтар оқиғасы кезінде ұсталып, тергеу изоляторларына қамалған азаматтар мен олардың туыстарымен кездестік. Бізге қамауға алынғандардың туыстарынан олардың істерін әділ қарауды және жазықсыздарды босатуды сұраған 70-тен астам арыз келіп түсті. Одан басқа әлеуметтік желіде жариялаған менің жеке телефоныма да күніне ондаған арыз шағымдар келіп түсуде. Өсіріп, жеткізіп, енді қызығын көрем деп отырған балаларынан айырылып, түрменің табалдырығын тоздырып, ешкімнен пана таба алмай жүрген аналардың ащы зарын ешбір брифингтен ешқандай министр жеткізе алмайды. Аналардың көз жасы мен наласын өз көзімізбен көріп, жұбататын сөз таппадық. Айта кетерлігі, ұсталғандардың кейбіреулері жалпы топтың толқынына ілесіп, заңсыз әрекеттер жасаған мойындап отыр. Бүгінде олардың көпшілігі өздерінің басқа мақсатта пайдаланылғанын түсініп өкінуде. Ауыр қылмыстар мен кісі өлтірулер болған кезде алаңдағы топты тастап қайтып кетпек болғаны, алайда белгісіз біреулер қарумен қорқытып, оларды тәртіпсіздікпен тонауға мәжбүрлеп, көпшілік арасынан шығуға мүмкіндік бермеген жайлы мысалдар да бар. Біздің фракция 26 қаңтардағы депутаттық сауалында бейбіт тұрғындарды, ғимараттарды қиратқан бұзақылар мен кісі өлтірген қанішерлерден ажыратуды ұсынған болатын. Мемлекеттік төңкеріс жасап, жүздеген адамның өмірін қиғандар заң талабына сай қатаң жауапкершілікке тартылуы тиіс. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы қиын уақытта ел тағдыры үшін бар жауапкершілікті өзінің мойнына алды. Президенттің саяси ерік-жігері мен батыл шешімінің арқасында ғана Қазақстан мемлекеттілігін сақтап, елінің тыныштығын қорғап, адамдарды малғұрлы көрмей бастарын кескен лаңкестердің құрбанына айналмады. Әрине, мұның бәріне құқық қорғау органдары қалай жол берді деген сұрақтар туындайды. Бірақ солардың қатарынан содырлардың шабуылы кезінде алғашқы болып 3,5 мың қарусыз қызметкер аяусыз соққыға жығылса, 20-ға жуығы қаза тапты. Ал олардың барлығы өз еліміздің азаматтары емес пе? Бүгінде қоғам азаматтарымызды бөліп, бір-біріне қарсы қоюды емес, елдігімізді, тәуелсіздігімізді қолдауды қажет етеді. Біз тергеу изоляторында радикалды ағым өкілдерін де көрдік. Әлеуметтік желілерде тұрғын үйлердің терезелеріне автоматтан оқ жаудырған, мемлекеттік мекемелерді басып кірген, адамдарға шабуыл жасаған содырлардың лаңкестік әрекеттері бейнеленген материалдар жеткілікті. Әрине, бұндай фактілермен тергеу айналысу керек. Құқық қорғаушы Айман Омаров атап өткендей, лаңкестердің көпшілігі елден шығып үлгерген көрінеді. Бұл мәселені де жіті зерделеу қажет. Осы ретте шалыс қадам басқан жастарымызға қатысты мемлекет тарапынан гуманизм таныту қажет деп санаймыз. Биылғы жылдың 14 қаңтарында бұл туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің твиттерінде ауырлататын мән-жай болмаған жағдайда жазаны жеңілдету шараларын қабылдау қажет деп жазды. Бұл салиқалы да адами көзқарас. Адамдарды өлтіруге және ғимараттарды талқандауға қатысы жоқ ұсталғандар бойынша қажет болған жағдайда олардан ешқандай кетпеу туралы қолхат алып, уақытша ұстау изоляторынан босату керек деп санаймыз. Ұсақ заң бұзушылыққа жол бергендердің қылмыстық істерін тоқтатып, ата-аналарының жауапкершілігімен үйлеріне жіберілген жөн. Сондай-ақ тергеу изоляторында жақында ғана балалар үйінен шыққан іздеушісі жоқ бірнеше жас балалар бар. Олар үшін жазасын ауырлататын жағдай болмаса, мен өз атымнан босатуды талап етемін. Ал қамауда қалатындарға тергеу барысына араласпай, біріншіден, азаптау мен ұрып-соғудан қорғауда, екінші, жарақат алғандарға немесе басқа мұқтаждарға медициналық көмек көрсетуді, үшінші, адвокаттық қорғауды қамтамасыз етіп, тергеу амалдары кезінде қорғаушылардың міндетті түрде қатысуын талап етеміз. Бұл жұмысты ұйымдастыру үшін мәжіліс пен сенат депутаттарының арасынан жедел түрде парламенттік комиссия құрып, оны тез арада қамауда отырған Алматы, Тараз, Шымкент, Қызылорда, Талдықорған, Атырау, Ақтөбе қалаларының тергеу изоляторларына жіберуді ұсынамыз. Құрметпен Ақ Жол фракциясының депутаттары, назарларыңызға рахмет.